Компьютер бағдарламаларын пайдалануға қарағанда оларды іслеу үлкен машақат һәм көп уақыт талап ететін жұмыс. Міне осындай компьютер бағдарламаларын жаратып атқан жасlarымыздың бірі Асал Әлімбаева. Біз бүгінгі рубрикамыз арқылы Асал тарапынан жаратылған жаңа инновацион бағдарламасы хақында сөйлесеміз. Асал, қазіргі уақытта компьютер бағдарламаларын жаратуда нелерді білуіміз керек? Бүгінгі күнде информациялық технологиялар har bir тарауда жедел рауажланбақта. Компьютер, мобиль һәм құрылмалар үшін программалар жаратуға болған зарүрлік те артып бармақта. Әлбетте, бағдарламашылар har қандай программа жарату үшін қазіргі күндегі ең көп қолданылып отырған программаластыру түрлерін жақсы өзлестірген болуы керек. Атап айтатын болсақ, бұларға мысал сипатында C++, PHP, Java һәм тағы да басқа осы сияқты тілдерді келтіруімізге болады. Бағдарламаластыру тілі дегеннің өзіне тоқталып өтетін болсақ, бұл компьютерде әмелдерді орындаушы һәм программа жаратудағы қолданылатын ең текарғы құрал болып есептелінеді. Қазіргі уақытта мобиль һәм компьютер программаларына болған талаптан тысқары әрқилы құрылмалар үшін де арнаулы программалар жаратуға итибар күшеймекте. Яғни мемлекетімізде робототехника тарауына да үлкен итибар қаратылмақта. Яғни атап айтатын болсақ, бұған ақыллы қала проектінде исленбесінде айқын мысал етіп келтіруімізге болады. Яғни бір сөзбенен айтқанда, бағдарламашылар har қандай программаны жаратуда қазіргі күндегі программаластыру тілдерін жақсы меңгерген болуы керек. Асал, сіз қазіргі уақытта қандай инновацион компьютер бағдарламаларын жаратып жатырсыз? Мен қазіргі уақытта ұстазларымның көмегіменен біргелікте iMenu исленбесі үстінде істеп жатырмыз. Бұл бағдарлама текарынан жәмиетлік ауқатлану орындарындағы қызмет көрсетудің заманауи ұсылын енгізу һәм қызмет көрсету сапасын еледе арттыруға қаратылған болып есептелінеді. Біз бұл исленбені әмелиятқа енгізу арқылы көптеген бірқанша қолайлықларға ерісуіміз мүмкін. Атап айтатын болсақ, бұл жәмиетлік ауқатлану орындарындағы har bir столға сенсорлы құрылмаларға орнатылған халда тұтынушылардың бұйыртпа беру бағдарын электронластыруға қаратылған. Яғни тұтынушылар бұл бағдарламадан пайдаланғанда өз бұйыртпаларын электрон түрде кіртіледі һәм сол кіртілген бұйыртпалар сервер компьютерге жіберіледі. Бір сөзбенен айтатын болсақ, бұл программаны істеп шығудан текарғы мақсат жәмиетлік ауқатлану орындарындағы қызмет көрсетуді автоматластыру болып есептелінеді. Осы компьютер бағдарламаңыздың істеу принципі бойынша танысып шықсақ. Бұл бағдарламаны текарынан екі тілде орнатып шықтым, һәм яғни өзбек һәм инглиз тілдерінде. Бүгінгі күнде де бізге мәлім қаламызға көплеп туристлер келмекте. Бұларға менюдан пайдалануда өзбек тілінен пайдалану бірқанша қолайсыздықтар тудыруы мүмкін. Сондықтан бұған инглиз тіліндегі де бағдарлама орнатылған. Қазірде жәмиетлік орындарындағы официантлардың айрымлары инглиз тілін түсінуде бірқанша қиыншылықтар тудыруы мүмкін. Бұл таблода болса, сол туристлердің өздері қалеген тағамларды емін еркін сайлап бұйыртпа берулеріне бірқанша қолайлықлар тудырады. Бағдарламаның текарнығы айнасында программа һәм жәрдем бөлімлері бар. Бұйыртпашы сол ауқатлану орындағы ауқатлармен танысу үшін меню бөлімін таңлайды. Ол жерде сол жердегі ауқатлар тізімі суммасымен кіртілген. Жәмиетлік ауқатлану орнына 3 адам келетін болса, олардың екеуі өзі қалеген ауқатты сайлайды һәм санын екеу деп кіртіп өтеді. Және де үшінші адам басқа ауқатты таңлайтын болса, ол өзінің ауқатын да кіртіп өтуі мүмкін. Һәм бұйыртпа беру түймесін басу арқылы ұлума сумма көрсетіледі һәм бұйыртпа администраторға жіберіледі. Бұл арқылы сол ауқатлану орындағы қызметкерлердің жұмысы жеңілдестіріледі һәм тез әмелге асырылуы тәмінленеді. Қолға кіргізген жетістіктеріңіз һәм өз алдыңызға қойған ережелеріңіз хақында айтып берсеңіз. Мен қазірде 2-ші курс студентімен. Келешекте еледе программаластыру тілдерін терең өзлестіріп, осы iMenu бағдарламасын еледе имканиятларын кеңейтуді алдыма мақсат етіп қойдым. Яғни қазірде бұл бағдарлама тек қана инглиз һәм өзбек тілдерінде орнатылған болып, оған қарақалпақ һәм рус тілдерінде кірту ниетім бар. Алдағы мақсатым сол өзіміздің миллилігіміз, ұрып әдетлеріміз һәм қадіретлерімізді шетілеп өтпеген халда көплеген заманауи информациялық технологиялар һәм программалар істеуді алдыма ниет етіп қойдым. Және де өз жетіскендіктеріме тоқталып өтетін болсам, өткен жылы Құбла Кореядан келген теңдеслерімізбенен біргелікте өтеген амелиятта белсене қатынастым.
Һәм бұл өз кезегінде мен үшін жетіскенлік болып есептелінеді. Біз оларменен тикарнан Arduino'да программаластыру бойынша өз білім һәм көлікпелерімізді арттырдық. Және де мен бір қанша республикалық көрік таңлау һәм жарысларға қатнасып, сыйлы орынларды алуға мияссар болдым. Атап айтсам, осы iMenu бағдарламасы арқылы қатнастым һәм көплеп достар арттырдым. Және де мен көплеп пән олимпиадалары һәм республикалық көрік таңлауларға қатнасып, сыйлы орынларды алуға ерістім. Рахмет, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Қазіргі уақытта дүние жүзінде компьютер бағдарламалар жүдә көп. Бірақ та олардың ішінде жергілікті шариатқа лайық компьютер бағдарламалар жүдә аз. Сондықтан милли қадіретларға текарланған халда компьютер бағдарламаларын жарату һәм оны көбейту ең актуал мәселе болып қалады.